Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Эфирде Еркебұлан Мұхтарұлы, 9 жылдық тәжірибесі бар робот эксперті. Сіздерге бүгін мен математиканың, яғни алгебра курсынан алғашқы функцияны түсіндіремін. YouTube-қа салып жатырмын. Тегін басынан аяқ қарап шығыңыздар. Бұны қарап шықсаңыздар, анықталған интеграл, анықталмаған интеграл, трапециан ауданы дегендердің барлығын үйреніп шығасыздар. Және де бұл су тегін, ешқандай да бір соңында курс сату жоқ. Енді сіздерге пайдалы болсын, алдағы ұбт-ға аз уақыт қана қалды, мысалы 1 ай уақыт қалды. Сол бір емес, тіпті 2-3 апта қалды, 2-3 аптаның ішінде қайталап шықсын деген ниетпен сіздерге YouTube-қа салып жатырмын. Сіздер кері байланыс ретінде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және де өзіңіздің достарыңызға таратыңыздар, әлеуметтік желіге салыңыздар. Бұл сіздердің маған айтқан бір рахметтеріңіз болар. Ал сонымен алғашқы есептен бастайық. Созбайық. f(x) функциясы берілген 3x-ның 4 дәрежесі азайтылған 6x куб қосылған 2x азайтылған 5 функциясының алғашқы функциясының жалпы түрін анықтаңыз дейді. Бұны қалай есептейсіздер? Жалпы мүмкін туындыны өткен шығарсыздар. Біз туындыда былай істейтінбіз. Ана дәрежені алдына көбейтіп бір санға азайтатынбыз. Бұл алғашқы функцияда да дәл сондай ереже ұқсас, бірақ ол кезде егерде x-тің қандай да n дәрежесі берілетін болса, онда оның алғашқы функциясы бұл дәрежеге бір санды қосамыз да, сол дәрежені бөлшектің бөліміне жазамыз. Яғни сол санға бөлеміз. Енді қалай? Практикада бұнда болады. Мысалы біздің есеп берді f(x) функция алғашқы функциясын табу үшін, онда былай істейміз. Мына 3-ті, алдында тұрған 3 бар ғой. Мен асықпай түсіндіріп айтайын. 3-ті қалдыра бересіздер. Ол коэффициент болып тұр. Енді біз тек қана жұмыс істейтін x-ның 4 дәрежесі. Сол x-ның 4 дәрежесіне мен бір санды қосамын, міне 4-ке бір санды қосын. Және де сол санға бөлемін, міне 4 қосылған бірге қайтадан бөлдім. Араларында азайту тұр, азайту. Бұл жерде 6 өтеп отырғанымызда коэффициент 6 көбейтілген x-ның кубына, яғни x-ның 3 дәрежесіне бір санды қосамын, және тура сол санға бөлемін 3 қосылған бірге. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Арғаратай қосылған 2 көбейтілген. Енді мына x-тен көбісі шатасуы мүмкін. X-те бізде жазылмайтын 1 деген бар. Сондықтан x-тің 1 дәрежесіне 1-ді қосамыз, және де 1 қосылған бірге бөлеміз қайтадан. Және де жалғыз тұрған санның, қос мүшенің, оның алғашқы функциясы бізде қасына x-ті жалғай қоясыздар. Минус 5x. Сонда қосылысы деген болады. Енді ары қарай не істейміз? Мына жерден барлығын жинақтайық. Мен асықпай жазып жатырмын, негізі бірден жазып кетуге болады, кейбір түсінбей қалар деп. X-тің 5 дәрежесі болып кетеді, 4-ке 1-ді қоссақ. Бөлшектің бөлімі де 5 болады, 4-ке 1-ді қоссақ. Азайтылған 6, көбейтілген бөлшектің бөлімі 4 болады. Бөлшектің алымындағы дәреже ол да 4 болады. Қосылған 2, көбейтілген бөлшектің бөлімі 2 болады, 1-ді 1-ге қоссақ, және де x-тің дәрежесі де 2 болады. Азайтылған 5x қосылған с. Енді жауаппен жұмыс істеп тастасаңыздар болады. Уақыт жұмсамай, мысалы біздің а жауабында 5-тің қасында x деген жоқ. Міне көріп тұрсыңыздар ма мына жерде? Сондықтан бұл а жауабы болмайды. В жауабында 5x деген 5 деген сан мүлде жоқ, ол да болмайды. Жауап е нұсқасы да болмайды, себебі 5 деген сан жоқ. Тек қана жауап с немесе д болуы мүмкін. Ол үшін мынаны аяқтап тастайық соңына дейін. Енді қарап отырсаңыздар, бөлшектің берілген шыққан алғашқы функцияның коэффициенттерінің барлығы 10 бөлшекпен берілген. Сондықтан мен мынандай бір жұмысты атқару керекпін. 3-ті 5-ке бөліп жүру керекпін. Ол 0,6 болады. x-тің 5 дәрежесі азайтылған. 6 мен 4 қысқарады. 2-ке, 2, 3 болады. Ал 3-ті 2-ке бөлетін болса 1,5 x-тің 4 дәрежесі қосылған 2 мен 2 қысқарып кетеді, x квадрат қалады, және де 5x қосылған с. Сонда бізде осыған ұқсас жауап тек қана қайда тұр? Ол д нұсқасында тұр. Себебі мына жерде с нұсқасында плюс тұр, ал бізге плюс керек емес, бізге минус болуы керек мына жерде. Сондықтан жауап бізде д нұсқасы болады. Міне бірінші есепті мен асықпай түсіндірдім. Енді қалған есептерді де дәл осылай түсіре береміз. Кеттік. Екінші есеп. Функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз. f(x) берілген. Енді бұндай ережені қалай табамыз? Бұндай жалпы функциядан қалай алғашқы функция табамыз? Мынандай бір формула бар, қараңыздар. Егерде қандайда бір бөлінген x-тің n дәрежесі деген функциядан алғашқы функция табатын болсаң, алдына минус қоясың. Дәл сол санға қайтадан бөлесің. Мына жердегі дәрежеден
бір санды азайтасын, жақшаға аласың, сосын дәрежеде де бір санды азайтып жасасын. Түсіндіңдер ма? Мысалы біздің қазір есепте практика жасап көрейік. Бұл жерде 4 деп отырғанымыз бұл коэффициент. Сондықтан 4 көбейтілген 1 бөлінген, алдына формула салып көрейік, n-нен 1-ді азайтамыз дейді. Яғни біздің n-нің жағдайда, қазіргі жағдайда n 3-ке тең болып тұр. Сол 3-тен 1-ді азайтамын, және де дәрежедегі 3-тен де 1-ді азайтамын. Және қосылған мына түбір асты x-тің алғашқы функциясы 3-тен 2x түбір астында x деген болады. Сондықтан не деген 3-тен 2x түбір астында x деп жазып жіберемін. Және де азайтылған мына 1-дің алғашқы функциясы не болады? Ол x болады. Сондықтан ары қарай жалғастырайық. Мына жерден 4 көбейтілген 1 бөлінген 3-тен 1-ді азайтсақ 2 жақшаның ішінен, және де x-тің квадраты мына жерде қосылған 3-тен 2x түбір астында x азайтылған x қосылған с. Мына жерде 4 пен 2 қысқарып кетеді, 2 қалады, ал 2 мына алымына көбейтіліп кетеді. Ол бізде 2 бөлінген x квадрат қосылған 3-тен 2x түбір астында x азайтылған x қосылған с болады. Ондай жауап бар ма? Ондай жауап бізде алдында минус бар. Минусын тастап кеттім, мына жерде минус бар. Есептің шартында минус бар ғой мына жерде. Осы минус тастап кеттім. Сондықтан есептің алдында минус бар. Мына жерде де минус бар. Сонда бізде келмейді, қара а жауабын басайық. А жауабы келмейді, себебі а жауабында минус жоқ. В жауабы келмейді, 2 бөлінген деген жоқ. Мына жерде 1 бөлінген деп жазып қойған. С жауабында мүлдем келмейді. Ол жерде 3 бөлінген x-дің кубы деп жазып қойған. Д мен е келіңкірейді бізге. Минус 2 бөлінген x квадрат деген. Қосылған 3-тен 2x түбір астында x деген д жауабында жоқ. Сондықтан жауап е нұсқасы болады. Тексеріп шықсаңдар, дәл осы жауап бізде сәйкес келеді. Жауабы е. Кеттік ары қарай. Сонымен мен жазған формулаларды қоршап дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Мен оны қоршап кетейін. Мына жерде 1 бөлінген x-тің n дәрежесінің формуласы тұр міне. Сосын мына жерде түбір асты x-тің формуласы бар. Осы екі формуланы дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Ары қарай кетейік. Берілген функциядан алғашқы функцияны табу керекпіз. Енді мына жерде мынандай бір ережелері бар. 1 бөлінген түбір асты x-тің алғашқы функциясы 2 түбір астында x қосылған с. Енді с-ға қатты мән бермей қойсаңыздар да болады. Одан кейін 1 бөлінген косинус квадраттың алғашқы функциясы ол бізде мына жерге жазып қойық. Тангенс x болады. Тангенс x болады. Себебі тангенс x-тің алғаш туындысы не? Бізде 1 бөлінген косинус квадрат, сол туынды алғашқы функцияға кері функция. Түсінікті? 1 бөлінген косинус квадратты ұмытып қалатын болсам, 1 бөлінген косинус квадрат кімнің туындысы деп ойланасың. Тангенс x-тің туындысы, значит, оның алғашқы функциясы да тангенс x деп таба қоясың, иә? Осы екі формуламен жұмыстанамыз. Кеттік ары қарай. Бізде мына жерде 3 деген коэффициент болды. f от x-тен болады 3 көбейтілген 2 түбір астында x, ана 1 бөлінген түбір асты x-тің орнына қосылған 4 көбейтілген 1 бөлінген мына жерде 4-тің қасында 1 бар. 4 көбейту 1. Себебі санды бірге өтсең саны өзі шығады, сондықтан бір кез келген санның қасында бар. 1 бөлінген косинус квадрат ол кімдігі? Тангенс x-тің алғашқы функциясы. Осымен есеп аяқталды. Енді 3 пен 2-ні көбейтіп жіберген әрине. Бұл жерден 3-ті 2-ге көбейтсек 6 түбір астында x қосылған 4 түбір астында 4 тангенс x болады. Так, е жауабы келмейді, катангенс деп тұр. Д жауабы келмейді, 6 жоқ. Так, мына жерде с жауабында с жауабы келіңкірейді. Келеді, келіңкіремейді, келеді. 6 түбір астында x қосылған 4 тангенс x деген. 4 қайдан шықты десеңіздер, 4 бізде коэффициент 4 көбейтіліп тұр. Қалғандардың барлығының жауаптары сәйкес келмейді. Ары қарай кетті. Мына жерде керемет есеп функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз дейді. Бізде 1 бөлінген x-тің алғашқы функциясы бар. Оның алғашқы функциясы бізде ln модуль ішінде x. Сосын қалғандары манағы біздің жазған x-тің n дәрежесі деген функцияның алғашқы функциялары. Ол еске түсірейік. Минус қоямыз алдына 1 бөлінген n-нен 1 санды азайтамыз. Және де x-ті n дәрежесінен де 1 санды азайтамыз.
әрбір шығарған есеп сайын формуланы жаза беріңіздер. Сол кезде бірлік санда жаза беріңіз. Сонда сізде автомат түрде ол жатталып қалады. Кейін жаттап аламын ғой, ұбт-ға кіріп жатқан кезде қайталап аламын деген әңгіме өтірік әңгіме ол керек. Сонымен формуланы қолданып біз шығарайық. Мына жерден қандай болады сонда? Үлкен fx тең болады. Ана жерде 2 деп отырғанымыз коэффициент, тағдайдан 2 көбейтілген 1 бөлінген x болып қалады, ал 1 бөлінген x-тің алғашқы функциясы ln модуль ішінде x. Азайтылған, қазір көрейік. 3 көбейтілген, мынаның алдында қараңдаршы, 1 бөлінген x-тің n дәрежесінің алдында минус бар. Осы минуспен есептің шартында берілген минус екеу плюс болып кетеді. Минусты минусқа көбейтсең плюсті береді. 3 көбейтілген 1 бөлінген, ана дәрежесінде 2 тұр ғой. Содан бір санды азайтасыздар, 2 азайту 1, және де оның дәрежесінен де бір санды азайтасың, 2-ден 1 азайтасың. Азайту, неге азайту дедім? Есептің шартында қосу тұр. Формула бойынша бізде минус тұр. Сондықтан минус болып кетеді. 4 көбейтілген 1 бөлінген 3-тен 1-ді азайтамын, және де дәрежесінен де бір санды азайтамын. Азайтылған 5-тен алғашқы функциянікі ол 5x болады, қосу с. Так, д мен е нұсқаларын бірден сызсаңыздар болады, себебі ол жерде 5 деген жауап жоқ. С нұсқасында сызсаңыздар, себебі x квадрат болып кеткен. Ол жерде x квадрат емес. А жауабында сызсаңыздар, ол жерде 5-тің астында 2 жоқ, содан бірден жауаптың b екенін түсінсеңдер болады. Енді мына жермен до конца жұмыс істеп тастайық. Бос қалып кетпесін, негізі тауып қойдық жауапты. Қосылған, так, мына жерде 3 алымына көбейтіліп кетеді. Бөлшектің бөлімінде 2-ден 1 азайтсақ 1 ол ештеңе бермейді бізге, x-ні өзі ғана алады, себебі 2-ден 1 азайтсақ 1, x-дің 1 дәрежесі ол x болады. Азайтылған, мына жерде өзгеру мүмкін, алымына 4 кетеді, бөлшектің бөлімінде 2 көбейтілген x-дің квадраты. Сол кезде мына 4 пен 2 қысқарады, мына жерде 2 ғана қалады. Азайтылған 5x қосылған с. Ондай жауап шынымен де в нұсқасына сәйкес келеді. Таңбадан қателеспеңіздер, таңбадан көбісі қателеседі бар ғой. Но жаңа бір формуланы пайдаланасыздар. Енді мына жерде 1 бөлінген x-тің алғашқы функциясы ол бізде ln модуль ішінде x. Енді мына жерде 3x минус 7-ні түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Осыны қандай да бір сан ретінде қарастырып алыңыздар. Сонда бізде f от x тең болады ln модуль ішінде 3x минус 7. Стоп. Осыны жазғаннан кейін көбісінің қателесетін тұсы бар. Е нұсқасын белгілеп береді, е нұсқасы в нұсқасы келмейді. Себебі бізде функция берілген, сол функция ішінде тағы да бір функция тұр, 3x минус 7 деген. Содан туындаласыздар. Алғашқы функциямыз туындаласыздар. 3x минус 7-нің туындысын аласыздар. Оның туындысы 3-ке тең. Осы 3-ті мен қазір басқа түспен жазайын. Мына бөлшектен, то есть шығып жатқан алғашқы функцияның алдына 1 бөлінген 3 деп апарасың. Үнемі. Ол артық сұрақ қоймаңыздар. Всегда ма ағай деген жоқ. Осылай қалып болды. Үнемі туынды табасында, оны функцияның алдына 1 бөлінген деп жібересің. Сондықтан 3-тен 1 ln 3x минус 7 қосу. Так, бұны да бір функция ретінде қарастырасыздар. Бұны қандай функция ретінде қарастырасыздар? 1 бөлінген түбір асты x-тің алғашқы функциясы не? Бізде 2 түбір асты x еді ғой. Дәл осылай мынаны қарастырасыз. Енді мына жердегі 3 пен мына 2-ні коэффициент ретінде қарастырыңыздар. Ол қалай? 2-ден 3 көбейтілген. Енді мына жердегі x плюс 5 түбір астында соны 2 көбейтілген x плюс 5 деп жазасыздар. Түсінікті ма? Енді x плюс 5-тен туынды табасыздар. Оның туындысы 1-ге тең. Енді ол 1-ді жазсам да жазбасам ештеңе өзгермейді. Қысқаратын тұстары бар. 2 мен 2 қысқарады, мына жерде плюс с дегені бар. Сонда есептің жауабы 3-тен 1. Ол а немесе д нұсқасы мүмкін, алар барын сызып, в нұсқаны е нұсқасы сызып. Бізде а немесе д. 3-тен 1 ln модуль ішінде 3x минус 7 қосу 3 бөлшектің қосу 3 түбір асты x плюс 5 деген жауап а нұсқасына келеді. Қараңыздар. А нұсқасында ғана кетіп қалғандарында келмейді, себебі д нұсқасында минус кетіп қалған. Минус емес плюс болады. Ары қарай кеттік. Егер оқушылар есептер түсініксіз болып қалып жатса, скриншоттап алыңыздар. Менің инстаграмым бар, ерекең ұбт деген. Ереке ұбт-ға чатқа жазсаңыздар маған, мен сіздерге жауап беремін. Қайтадан сіздерге дайынмын.
кетті. Ал енің жалпы алғашқы функциясы да туындысы да қайтадан өзі. Сондықтан бұл жерде алғашқы функцияны табатын болсаң, енің 2х дәрежесі, то есть енің 2х дәрежесі қалады сонымен, және 2х-тан туын табасыздар, ол 2 болады. Осы туындыны жаңағы айтқанымдай үнемі бірге бөліп жазасыздар. 1 бөлінген 2 деп жазасыздар. Ары қарай азайтылған, басқа түсіме жазайын, азайтылған 3 x плюс 1-дің квадраты дейді, оны біз былай жазамыз. X плюс 1-дің кубы, яғни 2-ні бірге қостық, және де сол санға қайтадан бөлдік. 2 деген дәрежеге бір санды қостық та, сосын сол санға бөлдік. Қосу азайту болады, себебі мына жерде 4 көбейтілген, мына жерде 4-тің қасында 1 бар, 1 бөлінген синус квадрат 2х деген, 1 бөлінген синус квадрат х деп жазайықшы басында. Оның алғашқы функциясы котангенс х болады. Минус сондықтан болады. Минус котангенс 2х болады. Х-ның орнына бізде 2х тұр. Және осы 2х-тан туын табасын, тағы да ол 2-тен сол бөлшектің бөліміне, бөлшектің, жоқ, функцияның алдына 1 бөлінген деп бар. Яғни 4-ке бөлінеді деген сөз ғой. Қосылған с. Қосылған с. Енді осындай ұқсас есептер бар ма? А нұсқасына келмейді, Е нұсқасына 2-ден 1 деп келеді, С деген нұсқаға келмейді, домен Еге келеді. Мына жерде 3 пен 3 қысарып кетеді, сондықтан минус х плюс 1-дің кубы болады. Х плюс 1-дің кубы 3-інде де бар, келеді. Мына жерде де бар, мына жерде де бар. Қай нұсқа? Е нұсқасына да келеді. Азайтылған, мына 4 пен 2 қысарып кетеді, 2 ғана қалады. Сонда минус 2 котангенс деген болады. Минус 2 котангенс 2х деген ол мынау Е нұсқасына ғана келеді деймін. Көрейікші, В нұсқасын 2-ден 1 деп кетіп қалған, Д нұсқасына плюс 2 деп қалған. Бұл жерде екеуіне де қате, жауабы Е нұсқасы болады. Түсінікті? Дәптеріңізге жақсылап жазып алыңыздар. Ары қарай 7-ші есеп. Ал бұл жерде көрсеткіштік функция берілген. Көрсеткіштік функцияның алғашқы функциясы А-ның х дәрежесі бөлінген ln a. Иә? Опа, мен зәріп мөлейін өтті, мен зәріп қосырай. Жалықтырып жүрген жоқпын ба, қарағыздар ма есептерді? Онан кейін қараңыздар, біраз түсініп қаласыздар. Сосын лекция міндеттерді жазып алыңыздар өздеріңізге. Сонымен кеттік ары қарай. Мына жердегі алғашқы функция не болатында бізде? 3-тің х дәрежесі бөлінген ln 3 деген болады. Ондай жауап барлығында бар. Барлық алғашқы А, Б, С, Д, Е-нің барлығында бар. Енді бізге мына жерде мәселе болып тұрған, ол 5-ші дәрежелі түбірасында х дегені ғой, қиындық туғызатыны, иә? Енді кеттік. Не деп айтсақ болады? Мана түбірас х-тің алғашқы функциясы не болды бізде? 3-тен 2 х түбірасында х болды ма? Енді дәл осындай системаны мынағанда пайдаланып көрсеңдер болады. Бұл жерде тек қана 5-ші дәрежелі түбірасында х тұр. Оның темасы қандай? Мына жерде негізі түбірас х-тің мына жерінде х бар. Біз соны жазбайды. Енді осыдан табатын болсақ, қараш, 2 берілген, мына жерге 3 жазылған. Мына жерге 4 берілсе, мына жерге не жазасыңдар? 6-дан 5 деп жазасыздар. Бір сан кемітіп жазасыздар, бір сан өсіріп жазасыздар. Мына жерде 2 болса, 3-тен 2 деп жазылған, мына жерге 6-дан 5 деп жазылған. Х және де 5-ші дәрежелі түбірасында х деген сөз. Мына жерде бізде 2 бар, бірақ оны жазбаған. Сондықтан осы формула қарап, 5-ші дәрежелі түбірасы х-ті жазып алсаңдар болады. Сонда бізде 6 қосу, 6 көбейтілген, 6-дан 5 х 5-ші дәрежелі түбірасында х азайтылған, мына жерде тағы да бір формула керек болады бізге. Ол бізде 1 бөлінген 3-ші дәрежелі түбірасында х-тің алғашқы функциясы 2-ден 3, 3-ші дәрежелі түбірасында х-тің квадраты болу керек. Осындай болады деймін. Дәл осындай екен.
Сонда мына жерге жазатын болсақ, бұл алғашқы функцияны азайтылған 4 көбейтілген, мынаның орнына 2-ден 3, үшінші дәрежелі түбірасты x-дің квадраты деп жазасыздар. И 1-ден алғашқы функция сол x болады да, қосу c болады. Енді мыналардың барлығын қысқарту керек біз. Барлығын қысқарады. Көбейтіп, қайтадан жинақтау керек. 3-дің x дәрежесі ln 3 қосылған 6 мен 6 қысқарып кетті. 5 көбейтілген x 5-ші дәрежелі түбірасында x азайтылған мына 2 мен 3 көбейтіліп кетеді. Ол 6 болады. 3-ші дәрежелі түбірасында x квадрат болады. Қосылған x қосылған c деген ответ болуы керек. Так, д жауап бірден сызықтайын, себебі қосу x деген жоқ. Сосын қарап отырсақ, тағы да қосу 5x x-дің 5 дәрежесі тек қана с жауабында ғана бар екен. Қалғанда қараңызшы, мына жерде 5 жоқ. Я, мына жерде 5 жоқ. Мына жерде де 5 жоқ. Мына жерде 5 бар, бірақ не жоқ? X жоқ. А бізде формулада x бар. Жауап тек қана с болады деген сөз. Осылай іздеп тауып алсаңдар болады. 8-ші есеп өте оңай. Ол кезде былай істейсіздер. 6 көбейтілген жақшаның ішінде 5 азайтылған 3x деп жазып қоясыздар. Дәрежесіне бір сан қосасыздар. Және де сол санға қайтадан бөлесіздер. Және мына жерден 5 азайтылған 3x-тен туынды табасыздар. Ол минус 3 береді. Осы минус 3-ті бөлшектің алдына минус 3-тен 1 деп жазылса, ол 6-ға көбейтіліп кетеді деген сол тең болады. Сол кезде бұл екеуі қысқарады. Минус 2-ні береді. Минус 2 көбейтілген. Мына жерде 3 пен 1-ді қосынан 4 болады. Мына жерде 5 азайтылған 3x дәрежесінде 4 болады. Ол да осы мына 2 мен 4 қысқарып кетеді. Мына жерде 2 болады. Мына бөлшек минус 5 азайтылған 3x-тің 4 дәрежесі бөлінген 2 деген жауап болуы керек. Енді мына жерде 2-ні бөлшектің алдына минус 2-ден 1 деп шығарған, және де мынаны жалғыз өзін қалдырған. 5 азайтылған 3x-тің 4 дәрежесі деп. Ондай жауап бізде е нұсқасында бар. Қалған нұсқаларды келмейді. Мына жерде 4 дәреже емес, 3 дәреже деп жазып қойған. Мына жерде минус 2-ден 1 болу керек. А жауабында да, Б жауабында да, С жауабында да минус 2-ден 1 жауап жоқ. Сондықтан е жауабы болады. Болды, міне осылай шығарасыз. 2-ден 1 косинус x бөлінген қосылған 2 көбейтілген синус x бөлінген 3 функциясын алғашқы функциясы табылды. Так, косинус x-тің алғашқы функциясы не ол бізде? Соны түсінейік. Косинус x-тің алғашқы функциясы бізде синус x береді. Ал синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x береді. Осыны білсеңдер есеп шыға береді болды. 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 коэффициент бізде. Косинустікі не дедік? Синус x-ның орнына не деп жазамыз? Есептің берілгенде x бөлінген 2 деп берілген. Және x бөлінген 2-ден мен не табамын? Туын табамын. Ол неге тең? 2-ден 1-ге тең. Осы 2-ден 1-ді мұқият болыңдаршы. 1-ге бөлетін болсаңдар, былай жазатын болсаңдар, ол 1 шығады. Ой, то есть 2 шығады деген ғой. 2 шығады. Түсінікті ме? Манадай бір бөлшек сан шығатын болса, енді 1-ді бөлшек санға бөлетін болсаң, бөлшектің бөліміндегі сан шығады, 2 шығады. Сондықтан ол бөлшектің алдына, функцияның алдына не болып барады? Көбейту 2. Бөлу 1 деп болып бармайды. 2-ден 1 болып бармайды. 2 болып бар. Түсінікті ме? Туын табасын 2-ден 1 шығады, 2-ден 1-ді 1-ге бөлсең 2 шығады. Ары қарай кеттік. Жалпашта болып кетті дейме. Қосу емес, азайту деп жазу керек. Себебі мен синусты көріп тұрмын. Ал синустың алғашқы функциясы ол бізде минус косинус x-ті береді. Минус 2 косинус x бөлінген 3. Енді дәл жаңағыдай x бөлінген 3-тен туынды табатын болсам, ол 3-тен 1-ді береді. Енді оны 1-ге бөлетін болсам, ол 3 қой. Ол алдына не болып барады? Көбейту 3 болады. Көбейту 3 деп мына жерге қыстырып жіберейік. Коэффициенттер ғой бұлар. Тең болады қосылса, жалғастырайық. 2-ні 2 қысқарады, бізден қалатын синус x бөлінген 2, азайтылған 6, косинус x бөлінген 3 қосылса. Тең жауап болу керек. Так, а жауап келмейді, коэффициент тұр. С жауап келмейді, коэффициент тұр. Синустың алдында е жауабында коэффициент тұр. Так, енді бізде минус 6 болу керек, мына д жауабында плюс 6 деп тұр. Сондықтан мына жерде келмейді. Жауап бізде В нұсқасы екен, тауып ала қоясың. Кетті қарағыдай. Мына есепті енді шығару керек.
бұл жерде бізде бірінші өрнек деп аласыздар. Косинус 2х-тің формуласы бар. Мен алғашқы функциясын айтып жатқан жоқпын. Формуласын айтып жатырмын. Тең болады. 3 формуласы бар. 3 деген кезде бір азайтылған 2 синус квадрат х дегені бар. Сосын 2 косинус квадрат х азайтылған 1 дегені бар. Және де косинус квадрат х азайтылған синус квадрат х дегені бар. Осы үшеуінің қайсысын пайдалансаң да өзің білесің, есеп шығу керек. Ыңғайына қарай пайдалана бер. Мысалы, мына есепке қарасам, маған мына екіншісін пайдаланған жақсырақ. Неге? Қараңыздар, есеп былай болады. Мен әлі есепті шығарған жоқпын. Осы өрнектеп жатырмын. Бір қосылған косинус 2х-тің орнына мен нені жазамын? Мына екінші формуланы жазамын. 2 косинус квадрат азайтылған 1 деген. 2 косинус квадрат х минус 1. Сол кезде мына минус 1 мен плюс 1 таңбалары әртүрлі бірдей сандар есейді жойылады. Мұнда сенде қалатыны тек 4 бөлінген 2 косинус квадрат х қалады. Вообще басқа теманы 2-ні вообще ойламаңдар. Ол мына 4 пен 2 қысқарады да біздің есепте 2 бөлінген косинус квадрат х деген есеп қалады. Енді оны ары қарай есептеп болса, ол 2 көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат х қой. Дұрыс па? Енді ол нені білдіреді? Бізге мана айттым. Тағы да жазайын. Формуланы есте қалу үшін сіздерге жаза беремін. 1 бөлінген косинус квадрат х-тің алғашқы функциясы тангенс х-ті береді. Сонда бізде мына жерден 2 көбейту тангенс х деген есеп шығу керек қосылғанса. Болды. 1 бөлінген косинус квадратқа тангенс х болады. Есеп шықты. Ондай жауап бізде В нұсқасында бар екен. Өмірінде есеп. Бұл жерде де косинус квадрат 3х азайтылған синус квадрат 3х бөлінген 2 деген формула берілген. Қарап отырсаңдар, мына екеуінің коэффициенттері бірдей. Мына коэффициент пен мына коэффициент бірдей. То есть бұрыш коэффициент. Кешендер, комментарий сөкпеңіздер. Бұл бізде бұрыш. Енді бізде мынандай формула бар. Косинус квадрат х, то есть немесе альфа деп алайықшы. Азайтылған синус квадрат альфа. Бұл бізде нені береді? Жаңа айттым, косинус 2 альфа деген формуланы білдіреді. Енді бұл формула салайын десек, салайық. f от x кім болады? Екеуі де бірдей. Косинус 2 көбейтілген альфаны орнына мына жердегі 3х бөлінген 2-ні саламын. Мына 2-ні қысқарады да, бізде тек қана косинус 3х. Осы косинус 3х-тен ғана мен алғашқы функция таба қоямын. Оның алғашқы функциясы біз айттық. Косинустың алғашқы функциясы ол синус 3х болады. Және осы 3х-тен мен туын табамын. Ол 3-те береді. Сол бөлшектің бөлімінің алдына, то есть функцияның алдына 3-тен 1 болып барады. Яғни 1-ге бөлінеді. 3-тен 1 синус 3х деген формула ол бізде Д нұсқасында. Болды. Ары еттік. Бұл жерде қарап отырсақ, 12-ші есепте мына жерде де бұрыштар бірдей, бірақ осыны көбісі біле бермейді, не істеу керек. Ол үшін қарасаңыздар, синус альфа, косинус альфа болу үшін, және бұл бір формула ұқсайды, ол мына жердің алдына 2 қойып жіберсеңдер, 2-ге көбейтіп 2-ге бөлсеңдер, мына жоғарғы жағы, мына жері. Бұны тригонометрия өту керек. Тригонометрияны тағы да қайталаймыз десеңдер, менде формулалар бар, есептер бар, соны қарасаңдар болады, видеолар. Бұл формула бізде синус 2 альфаның формуласын береді, бөлінген 2. Енді бізде альфаның орнында x бөлінген 2 тұр. Сондықтан біздегі мына бір көппен жазылғанымыз былай жазылады. Синус 2 көбейтілген x бөлінген 2 деп жазылады. Бөлінген 2. Мына 2 мен 2 қысқарады да, сонда бізде есепте синус x бөлінген 2 деген болады ғой. Көрініп отыр ма? Мына жерге қайтыңыз. Синус x бөлінген 2 деген болады. Мынаны есебін өрнектеп алдым. Ары қарай бұны табу қиын емес. Сонымен алғашқы функцияларды табайық, өрнектеп алғаннан кейін синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x болады, және де ол 2 болып тұра береді. 2-ден 1 деген ол коэффициент мына жерде 1 бар. Сол мына жерде тұра береді 2-ден. Минус косинус x бөлінген 2 деген болды. Ары қарай қосу косинустың алғашқы функциясы синус береді. Синус 3х плюс 2. Сол 3х плюс 2-ден мен есемін туын табам. Мына жерге жазайын. 3х плюс 2-ден
туынды табатын болсақ, ол бізде 3-ті береді. Енді ол 3-ті бөлшекті өртін. Функцияның алдына 3-тен 1 болып апарасыздар. 3-тен 1. Сонда бізде осы есеп шығады, плюс-са. Ондай жауап не көріп тұрғаным бар ғой? -2-ден 1 дегенде мен А жауабынан ғана өттім, қалғандардың барлығына мына алғашқы косинустың алдындағы коэффициент ешқайсысында көрінбейді. А жауабы ғана келеді. Тексерейік, ал минус косинус x бөлінген 2, яғни ол -2-ден 1, қосылған 3-тен 1, синус 3x плюс 2 плюс с деген жауап әп-әдемі болып тұр ғой. Кеттік. Мына есеп бұл да тригонометрияға байланысты, бұл да дәрежені төмендету деген бар. Косинус квадрат x. Дәрежені төмендеткен кезде де мана косинус 2x-тің формуласы пайдаланасыздар. Оныкі бір азайтылған 2 синус квадрат x деген формула бар. Осы жерден біздер мына синус квадрат x-ті жекелендіріп алу керекпіз ғой. Сонда не істейміз? Сол кезде былай істейміз. Мына 2 синус квадрат x-ті мына жаққа жіберейік, таңбасын плюс қыл. Ал минус косинус 2x-ті мына жаққа минус косинус 2x деп апарайық. Арада синус квадрат x-тің өзі ғана керек. Сол алдындағы 2 ол бір азайтылған косинус 2x-ке бөлінеді. Енді мен есте аламын. Мына синус квадрат x-тің орнына, мына жердегі есептің орнына мен нені апара аламын? Бір азайтылған косинус 2x бөлінген 2-ні апара аламын. Бұнда менде есебім 4 көбейтілген бір азайтылған косинус 2x бөлінген 2 деп өрнектеледі достар. Сосын мына 2 мен 4-ті қысқартуға болады, 2 болады. Одан кейін мына 2-ні былай жазылып тұр, көп шықпасып кетеді. 2 мына жақшыға алып жазыңдар косинус 2. Себебі бөлшектің бөлімінен, бөлшектің алдындағы коэффициент ол әрбіріне жеке-жеке ортақ болады. Яғни ортақ көбейтіш ретінде жақшыға көбейтесіздер. 2 Оштен қазір қателесесіздер. Қайтан шықты ағай деп ұрасыздар. 2-ні 1-ге көбейтсек 2, мына былай көбейтеді. Былай мынаған көбейтесіздер, сосын осыны мынаған көбейтесіздер. Сонда бізде шығатыны 2-ні 1-ге көбейтсек 2 косинус 2x. Енді осыдан барып алғашқы функция табасыздар. 2-нің алғашқы функциясы 2x болады. Азайтылған косинус 2x-тікі синус 2x, 2 көбейтілген синус 2x. Және де мына тұрған 2x-тан мен туын табамын. Оның туындысы бізде 2-ні береді. Бұл бөлшек. Функцияның алдына 2 болып барып қосылғанса. Тем болады 2x азайтылған 2 мен 2 қысқарып кетті. Бізде синус 2x-тің өзі ғана плюс с деген жауап болу керек. Е жауабы келмейді, д жауабы келмейді, а жауабы келмейді. Және де в жауабы келмейді, себебі бізде косинус x берілген. Косинус x ол бізде синустікі ғой. Бізге косинус таптық, бізге синус керек. Минус синус 2x деген болу керек. Мына жерде 2x дегенде жоқ. Мүлдем керек. Осылай таба қоясыздар. Әп-әдемі есеп. f от x беріледі. 2 қосылған синус x функциясының графигі m0,1 нүктесіне өтетін f от x алғашқы функциясын табыңыз дейді. Енді қараңыз, манағы есептер шығарып береді. Мына есептер бәрі. Есептің жауабында бәрі плюс мына жақта да плюс, мына жақта да плюс, мына жақта да мына жақта келген кезде плюс деген жоқ. Енді біз бұны не деп жатыр? Мынау нүкте. Осы нүктенің бірінші координатасы x болады, екінші координатасы y болады. Ол үнемі осындай. Оны қалай істейміз? Біз y-ның кәдімгідей алғашқы функцияны топтасайықшы. f от x деген болады. 2-нің алғашқы функциясы 2x, синустікі минус косинус x. X-тен туын тапсаң 1 болады, ол ешіне өзгереді. Осылай қалады. Плюс не істеймін? Мына f от x деп отырғанын сенің y-ің болады. X-ің дайын ол, x-тен нөл кетеді. Мұнда мен былай жазайыншы. X-тен 0, y-тен 1 дегенді функцияны орнына қоясыздар. Сонда бізде есеп былай өзгереді. 1 тең болады. 2 көбейтілген 0 азайтылған косинус x-тің орнына не қойып жатырмын? 0 қойып жатырмын. Қосу с. Так, ары қарай кеттік. 10 жас болғаннан кейін 1 тең болады. 2-ні 0-ге өтсек 0, азайтылған. Азайту. Косинус 0 градустан нешеге тең? 1-ге тең. Қосылған с. Минус 1 мына жаққа плюс 1 болып барады. Сонда 2 болып кетеді. Тең болады с. Яғни мен санның орнына нені жазу керекпін деген сөз? 2-ні жазу керекпін деген сөз. Алғашқы функциямыз бізде неге тең еді? f от x
тең болады 2x азайтылған косинус x және сын орнына не жазамын? Плюс 2-ні жазамын. Себебі бізде плюс 2 шықты. Осындай жауап болу керек бізде. Ол бізде в нұсқасы келеді. Шатасқан жоқпын ба? Жоқ, шатасқан жоқпын. В нұсқасы болады келеді. 15-те дәл осындай есеп. Өте оңай функция беріп болған, соның алғашқы функциясы пішемешке шақты есімдер ғой. Не істейміз? 3 көбейтілген мына 2 деген дәрежеге бір санды қосам, дәл сол санға бөлем. Қайтадан 3 деп жазайыншы, сіздер үйренген шығарсыздар, 15 есеп өттік қой. 2-ның алғашқы функциясы 2x плюс с. Сонда бізде мына 3 пен 3 қысқарады, бізде қалатыны f(x) тең болады. X-тің кубы азайтылған 2x плюс с қалады. Енді берілген нүкте m, ол жерде x-іміз 2 кетен, y-іміз 4 кетен. Сонда орнына қояқына f(x)ның орнына не жазам? Y жазам. Сонда бізде мынандай есеп болады. 4 тең болады, y бізде 4 кетен ғой. 2-ның кубы азайтылған 2 көбейтілген 2 қосылған с. Сын тауды. 4. 2-ның кубы 3 көбейтсен 8 болады. 2-ні 2 көбейтсен 4 болады. Қосылған с. 4 тең болады. 8-ден 4 азайтсен 4 болады. Қосылған с. 4-ті мына жақ азайтып жіберейік. 0 болады. Сын орнына не жазу керек? 0 жазу керек. Яғни с жоқ деген сөз ғой. С жоқ болатын болса, онда с болмайды, в болмайды, а болмайды. Себебі бұлардың барлығында мынандай бос мүше бар. А бізде бос мүше 0 кетен. Сондықтан мына екеуіне біреу болады. Ал бізде алғашқы функция не кетен? X куб азайтылған 2x кеткен. Ол е нұсқасы кетті. Қарашы, д нұсқасы ұқсайды, бірақ дәрежесінде 3 жоқ. Жауабы е болады. Оңай есеппен, оңай оқушылар. Қатты бір қиындатудың қажеті жоқ. Біздің өткен тақырыбымыз дәл осындай, мынадай алғашқы функциясын таба берейік. 2-ның алғашқы функциясы 2x азайтылған. Бір бөлінген косинус квадратқа ол не ол? Тангенс x болады. Тек мына жердегі коэффициентті ұмытпаңыздар. Коэффициент бар ма, жоқ па? То есть бұрыш. Егер бұрыш болатын соғынан туын тауып, функцияны алдына жібересіңдер ғой. Ондай жағдай жоқ бұл. Плюс орнына қойып, бірінші нүктеміз x пи бөлінген 4 кетен, ал y-іміз бізде пи бөлінген 2 кетен. Орнына қоямыз. f(x) орнына y қоямыз. Пи бөлінген 2 тең болады. 2 көбейтілген пи бөлінген 4 азайтылған тангенс пи бөлінген 4 қосылса. 2 мен 4 қысқарады. Пи бөлінген 2 тең болады. Пи бөлінген 2 азайтылған. Тангенс пи бөлінген 4-те 45 градуста 1-ге тең қосылса. Мына пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 азайтып береді. Мына көшіретін болсам. Минус 1 мына жаққа плюс 1 болып барады. Тең болады с. Мына екеуі жойылады. С бізде 1-ге тең екендігін табасың. Қайтадан алғашқы функцияны жазасың. Алғашқы функция бізде не ол? 2x азайтылған тангенс x қосу 1. Минус 1 шыққан жоқ, плюс 1 шықты. Ондай жауап тек қана д нұсқасында бар екен. В нұсқасы келеді, бірақ тангенстің алдында плюс 1, бізде плюс емес минус болу керек. Ал бірден үйреніп жатсыздар, түсініп жатсыздар деген ойдамын. Сіздер де қайталап айтып кеткен каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Мынандай құнды ақпараттар алып қалыңыздар. Әлеуметтік желіге жариялаңыздар. Жарай ма? Кеттік. 17-ші есеп. Қатты қиын емес. Функцияның алғашқысын таба берейік. Алғашқы функцияны 6 синус x минус 6 көбейтілген синус x-тікі косинус 2x болады. Және де мына 2x-тен алғашқы туынды табам. Ол 2-ге тең, және де оны функцияның алдына 1 бөлінген 2 деп апарамын. Ары қарай қосу косинустікі алғашқы функциясы синус x бөлінген 2 болады. Және x бөлінген 2-ден туынды табатын болсаңыздар, 2-ден 1-ге тең, ол 1-ге бөлінсе, ол функцияның алдына 2 болып барады. Қосу с. Артопты жар фигурлер мына 2-мен, мына 2-мен. Мына 2-ні қысқарт жер батады. Артыларын айды. Болмайды олай қысқарт. Коэффициент бұрышпен коэффициент шатастырмаңыздар. Мына жерде 6 мен 2 қысқарып кетеді, минус 3 қалады. Сонда бізде әдемілеп жазатын болсақ, минус 3 косинус 2x қосу 2 синус x бөлінген 2 қосу с. Енді орнына қойып, қараңдар, бір қызығы x тең болады пи бөлінген 3 болғанда мәні 0-ге тең болатын деп. Осы жерде айғай басталады ғой. Y қайда дегенше.
игректі мына жерде асықпай үтірденген оқытайыншы. Мына жерде мәні нөлге тең деп жатыр. Мәні деген не ол бізде? F(x) емес па? Ол f(x) деп отырғанымыз ол y емес па? Y-іміз неге тең? Нөлге тең екенін түсініп аласың ғой жерден. Сонда мен бұның барлық шыққан алғашқы функцияны неге теңестіремін? Нөлге теңестіремін. 0 тең болады -3 косинус 2 көбейтілген x-дің орнына пи бөлінген 3-ті жаз деп жатыр. Қосу 2 көбейтілген синус пи бөлінген 3-ті 2-ге бөліп жіберсеңдер пи бөлінген 6 болады. Қосу с. Осы жерден, мына жерден 2-мен 3 қысқармайды да, бірақ 2 пи бөлінген 3 болып кетеді. Ол бізден келтіру формуласы саласыздар. 2 пи бөлінген косинус 2 пи бөлінген 3 ол бізде косинус 135 қой. Дұрыс па? 135-ті не былай алсам болады? Косинус 90 қосылған 45 деп алсам болады. Пи бөлінген 4 деп алайын. 45 градус. Сонда 90 градуста функция өзгереді. Синус пи бөлінген 4 болып кетеді. Және де таңбасын қарау керекпін. Косинустың таңбасына қарасақ, плюс, минус. 135 ол 180 мен 90 арасында жататын аралықта жатады. Сондықтан ол таңбасы минус болады. Жауабына минус қойып жіберемін. Синус пи бөлінген 4 ол нешеге тең? Түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең 45 градуста. Әдемілеп есебін жазайық. Сонда бізде 0 тең болады -3. Минус мына түбір асты 2 бөлінген 2 шықты. Минус түбір асты 2 бөлінген 2 шықты ғой. Минус. Мына жерге плюс болып кетсінші бірден. Минус пен минусты көбейтіп жіберейік. Ары қарай қосылған 2 синус пи бөлінген 6-да нешеге тең? Мынау 30 градус 2-ден 1-ге тең. Сол көбейту 2-ден 1-ге қосылса. 2 мен 2 қысқарады. Қалатын 0 тең болады. 3 түбір астында 2 бөлінген 2 азайтылған 1 тең қосылса. Кетіп қалған жоқпын ба? Бізден қате жетіп қалған жоқпын ба? Косинус түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Егер қате жүріп қалған сияқтымыз. Бізден қате жүріп қайтқа. -6, -3 болады. Құтан отыру 45 па не точно. 2 пи бөлінген 3 деген ол. 135 емес 120 градус қой. Комментарийда шулап қаншасында да ағай қателестім. 135 емес 120 ғой. Значит ол 90 қосу 30 ғой. Мына жерде пи бөлінген 6 болады. Қате кетіп қалды. Пи бөлінген 6 болады. Пи бөлінген 6-да минус 2-ден 1-ге тең. Түбір асты 2 бөлінген 2 емес 2-ден 1-ге тең. Сонда біз мына жерде барлық қате, мынаны қайтадан өшіріп тастайық. Ағай деп айтсыңдар ма? Мен де пендемін ғой. Мен қателесем пендемін. Кеттік. Дұрыстап жазатын болсақ 0 тең болады -3 көбейтілген -2-ден 1 мен плюс болып кетеді. Мына жерден 2-ден 1 қосылған 2 көбейтілген 2-ден 1 қосылған с. 2 мен 2 қысқарды. 3 пен 2-ні бөлетін болсаң 1,5 болады. Қосылған 1 тең қосылысы 1,5 мен 1-ді қосаң 2,5, мына жаққа -2,5 болып барады. Яғни сынның орнына не қою керекпін? -2,5-ды қою керекпін деген сөз. -2,5-ды қоятын болсақ, сонда біздің есептің жауабы мынандай болады. Так, негізгі функциямыз f(x) тең болады -3 косинус 2x қосу 2 синус x бөлінген 2 азайтылған 2,5 деген болу керек. Ол d жауабында, e жауабында, s жауабында жоқ. -2,5 тек қана a нұсқасында бар. Ары қарай кеттік. 18-ші есеп. 18-ші есепті өрнектеп алу керекпіз. Енді оны қалай жазамыз? Мына косинус квадрат x-дің орнына мынандай жазу керекпін. Әдемі есеп екен. Мынандай не бар? Формула бар. Барлығын білесіздер. Косинус квадрат x қосылған синус квадрат x бізде 1 де береді. Дұрыс па? Сонда мен косинус квадрат x-ті өрнектесем бұл жерде. Оны мен бір азайтылған синус квадрат x деп жаза аламын ғой. Дұрыс па? Орнына қайтадан қояйық. Интеграл айтпақшы. Мынау бізде анықталмаған интеграл болушылар. Себебі бұның шектері жоқ. Анықталмаған интеграл. Бөлшектің бөліміне
То есть алымнан бір азайтылған синус квадрат x деп жазамын. Ал бөлшектің бөліміне бір азайтылған синус x. Жоғарғы жағы x. Жоғарғы жағы нені білдіреді? Жоғарғы жағында біздер қысқаша көбейту формуласы бар деген сөз. А квадрат минус b квадрат. Ол бізде a минус b, a плюс b. Сонда бізде мына бір азайтылған синус квадрат x-ті мен былай жазамын. Бір азайтылған синус x. Бірінші шақша, екінші шақшаға жіктеген кезде 1 плюс синус x деп жаза аламын. И бөлінген бір азайтылған синус x. dx. Бұл жерде бір азайтылған синус x пен бір азайтылған синус x қысқарады. Біздің есепте қалатыны бір азайтылған синус x dx деген сөз. dx деген дифференциал, ол соңында туын табасын деген сөз ғой. Қатты қиын емес. Манағыдай ғой. Манағыдай туынды тауып алдына жиырып қой функцияны алдына. Сонымен алғашқы функциясын таба саласың, бұл ешқандай проблема жоқ. Бірдің алғашқы функциясы бізде ол x-ті береді. Және синус x-тің алғашқы функциясы ол бізде минус косинус x, сондықтан ол плюс косинус x болып келеді. Және де dx деп отырған мына x-тен туынды тап деп жатқаны ғой. Одан туын табатын болсаңыздар, ол бірге тең, ол ешіне өзгертпейді. Тек қана осы ғана қалады. Плюс с. Ол бізде а жауабында ғана келеді. Болды. А жауабы келеді. Себебі қалғандарында барлығы минус 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 тұр. Бізде тек қана плюс керек. Есеп шықты. Ол анықталмаған интеграл оңай. Анықталған да оңай. Көрсетем қалай шығарды. Мынау да анықталмаған интеграл. Бірақ мынағыдай бір сәл өрнектеп алу керек сияқтымыз. Тең болады интеграл 4 ол коэффициент қатты басып ұртпай қойыңыздар оған. Мынаның орнына бір азайтылған, мен мана айттым, косинус 2x-тің бізде бірнеше формуласы бар дейді. Бір азайтылған 2 синус квадрат x дегені бар. Және де 2 косинус квадрат x азайтылған 1 дегені бар. Және косинус квадрат x азайту синус квадрат x дегені бар. Орнына қайсысы ыңғайлы? Бізге мынау ыңғайлы, себебі бірмен бір жойылып көріп біздер. Минус 2 косинус квадрат x. Жолмен сияқты ғой. Минус 1. Ештеңе жұмыс беріп тең болады. 4. Мына жерде плюс 1 болып келеді. Себебі алдында минус бар. Минуспен есептің формуладағы минус ол плюс болып келеді. Сонда 2 азайтылған 2 косинус квадрат x болады бізден dx интеграл. Мына жақта не істеуге болады? Барлығын 4-ке бөліп жіберсек, барлығын 4-ті барлығына бөліп жіберсек болады. Сендер түсініксіз болып жатқан шығар. Тең болады. Мына 4 бар ғой. Әрқайсысын жеке-жеке бөліп тұр ғой. Былай жазсаңдар болады. 4 азайтылған 2 десек, қате өтіп тұр. Былайсек. 19-шы есеп былай істейсіздер қараңыздар. Мана мен айттым, косинус 2x тұр. Оның бірнеше формуласы бар деп айттық. Косинус 2x-тің бір азайтылған 2 синус квадрат x деген формуласы бар. 2 косинус квадрат x азайту 1 деген формуласы бар. Және де косинус квадрат x азайту синус квадрат x дегені бар. Енді осы жерге мынаны пайдаланғанды жөн болады. Неге десеңдер, себебі бір азайту қазір көресіздер. Мынаны жазсақ, 4-ке мән бермей қойыңыздар, ол коэффициент. Бір азайтылған косинус квадрат x және де формула бойынша бізде мына жерде минус тұр. Ол не болып кетеді бізде? Плюс болып кетеді. Плюс синус квадрат x. x жаздық қояды x. Интеграл 4 dx. Енді мына жерден қараңдаршы, бір азайтылған косинус квадрат x нені білдіреді? 2 синус, то есть синус квадратты береді ғой, синус квадрат x-ті. Сол синус квадрат x пен мына синус квадрат x-ті қосатын болсаңдар, сіздерде 2 синус квадрат x болады. Ары қарай 4 пен 2-ні смело қысқартып жіберсеңдер болады. Интеграл 2 синус квадрат x dx дегені қалды. Ал мына 2-нің қасында 1 бар деген сөз ғой. Сонда одан алғашқы функция табу жеңіл. Яғни 1 бөлінген синус квадрат x-тің алғашқы функциясы ол минус 2 котангенс x болады. Осы с деген ответ болғыр, ол жауабы с болады. Ол осылай табу қарыз. Не үшін мына формуланы пайдаланып? 3-ті. Себебі бізге қазір жоқ, басқаларды пайдалансаңдар бар, проблема жоқ. Сәл ұзақта кетіп қаламыз, маған 3 қанбай. Несі 3-ін де пайдалансаңдар бола береді. Осылай.
шыға салды. То есть анықталмаған интеграл алғашқы функция деген сөз. Кеттік мына қарасаңыздар, бөлшекпен берілген, мен тағы да шамалы өрнектеп алу керекпін. Мына жерге есепке қарасақ, x куб азайтылған 8 деп тұр. Ол бізде мына бір формула келетін секілді қараңдаршы. А куб минус б куб деген. Себебі 8 ол 2-ның кубы ғой. Сонда мына жерде 2-ның кубы деп жазылып тұр. Сонда ол формула бойынша а минус б, сосын а квадрат плюс аб плюс б квадрат деген формулаға кетеді. Орнына қойып, x азайту 8 емес 2 ол. Себебі 8 ол 2-ның кубы. Ары қаратаймен x квадрат қосылған 2x қосылған 4. Себебі 2-ні квадраттарды b-ның орнында бізде 2 тұр. Жақсы. Бұны шығарып алғаннан кейін, енді интегралымыз қайтадан жаздық. Интеграл бізде не қалды? X минус 2. Мына жақта x квадрат плюс 2x плюс 4 dx. Астында x минус 2. Осы мен мынаны екеуін қысқартқым келіп отыр ғой. X минус 2, x минус 2. Сонда бізде қалатыны x квадрат қосылған 2x қосылған 4-тен мен смело алғашқы функцияны табамын. Қалай болады? Ол бізден бірден жазып берсеңдер болады. X куб бөлінген 3 болады. Бір санға қосып сол санға бөлесің. Қосылған 2 көбейтілген x квадрат бөлінген 2 болады. Қосылған 4x деген жауап болу керек. Қосылған с деген бар. Так, d жауабында 4x деген жоқ, v жауабында 4x деген жоқ, a жауабында какой-то бір 8 пайда болған, керек емес. С жауабында бөлшек жоқ, сондықтан міндетті түрде жауап е нұсқасы болады, басқа вариант қалған жоқ бізде. Мына 2-2 қысқарады, 3-тен 1 x куб қосылған x квадрат қосылған 4x плюс с дегені қалады. Осылай. Қарай, әлі 24 есеп бар. Біз жартысына келдік. Жартысына жетіп қалдық. Мынау да оңай. Бір бөлінген x-тің алғашқы функциясы бізде ln модуль ішінде x. Сондықтан мына берілген функцияның бірден алғашқы функциясын тауып тастасақ болады. Бір бөлінген ln 3x минус 5. ln 3x минус 5. Енді мен не істеймін? 3x минус 5-тен туын табам. Ол 3-ке тең, алдына 3-тен 1 деп жүрем. 3-тен 1 плюс с. Бар ма ол? Мынада жоқ, 3-тен 2 деп тұр, 3 деп тұр, ln деп тұр. Жауап тек қана d нұсқасына сәйкес келіп тұр. Мынау есептеу қатты қиын емес. Манағыда бір бөлінген x-тің n дәрежесі деген функцияның алғашқы функциясы минус бір бөлінген n минус 1 x n минус 1 деген келеді. Себебі мына жерде n-нің орнында 2 тұр. Алғашқы функцияны жазатын болсақ, алды көбейтілген бөлшек бір бөлінген 2-ден 1 азайтсақ 1 болады, ешіне өзгертпейді. Сондықтан 2x плюс 3 деп жаза берем. И бір дәреже, оны жазбаймын. И алдына минус қоямын. Және тағы да бір қызығы 2x плюс 3-тен туын табамын. Одан 2 шығады, ол алдына 2-ден 1 болып кетеді. Сонда бізде қалатын минус 3 бөлінген 2x плюс 3 деген есеп қалу керек қой. С жауабы келеді. Қалған жауаптар келмейді. Ешқайсысы минуспен берілмейді. Асықпаңыздар, асықпай шығарыңыздар. Қай формула еді, асықпай шығарыңыздар. 23-ші есеп ол анықталған интеграл Ньютон-Лебниц формуласымен шығарылса. Ол қандай? Ол былай бізде шектер беріледі. А мен б дейші, а мен б. Және де функция беріледі. Осыдан алғашқы функция табасын. Және шектерін қоясын. А мен б-ны. Одан кейін f b-ны бірінші қоясын. Үлкен санды одан азайтасын. f a-ны. Есеп осылай шығады. Ол қалай? Және бір ескере кететін жайт. Міндетті түрде b a-дан үлкен болу керек. Үстіне қоятын шегін астыңғы шектен үлкен болу керек. Осындай мәселелер туып қалады қазір. Біз уайымдамай, былай айтқан кезде беймарал алғашқы функцияны таба берейік. Алғашқы функциясы мына функцияның 3x минус 2-дан алғашқы функциясы 3 көбейтілген x минус 2 плюс 1. Шатаспаңыздар. Минус 2 плюс 1. Минус 3 деп жазып қойып жүрмеңіздер. 3 көбейтілген минус 2-нің плюс 1-ге қоссаңдар, ол бізде минус 1 болады. Мына жақта да минус 1 болады.
сонда біздер минус 3 x-дің минус 1 дәрежесі деген сөз. Біздер кез келген саны минус 1 дәрежесін былай жаза аламыз. Сіздер біраз есеп үйреніп қалған шығарсыздар. Былай жаза аламыз. 1 бөлінген x деп жаза аламыз. Сонда бізде шыққаны минус 3 бөлінген x шықты. Алғашқы функциясынан жазайық. Минус 3 бөлінген x шықты. Енді шектерін қоямыз. Шектері біздер минус 3 пен 2 деп жатыр. Бірінші 2-ні апарып қоясыздар x-дің орнына. Сол кезде не болады жерден? Минус 3 бөлінген 2. Енді екіншісі қараш, b-ні қойғаннан кейін a-ны қойып азайт деп жатыр. Азайту жақшаның ішінде минус 3 бөлінген минус 3. Ол плюс шығып келеді, минус 3 көреді бұған. Тең болады минус 2-ден 3 азайту 3-ті 3-ке бөлсем 1 болады. Сонда минус 1 жарым минус 1 минус неше шығады? 2 жарым деген жауап шығады. Жауап бізде в нұсқасында. Міне болды. Алғашқы функция табасын. Шектерін орнына қойып, бір-бірінен азайтасың. Тек таңбадан қателеспеш. Мына есеп. Бұл есепті қалай шығарамыз? Мана айттық 2-ден 3-ші дәрежелі түбір астында x квадрат деген бар бізде. Осыған ұқсатып жазасың. Ойбай, бұл бізде кімнің несі? Алғашқы функциясы 1 бөлінген 3-ші дәрежелі түбір астында x-тің алғашқы функциясы. Осыған ұқсатып 1 бөлінген 5-ші дәрежелі түбір астында x-ті ұқсатып жазшы. Жазатын болсаң, бір сан кемітіп жазасың ғой, 4-тен 5 5-ші дәрежелі түбір астында x-тің 4 дәрежесі деп жазасың болды. Ұқсатып жазсыш, 2-дің орнына 4 тұрады, 3-тің орнына 5 тұрады, значит, 3-тің орнына 5 тұрады, квадраттың орнына 4 тұрады. Бір сан кемітіп жазасың болды. Осыны жазғаннан кейін орнына қойды. Осынан мына жердегі функцияның алғашқы функциясы не болды? 4-тен 5. 5-ші дәрежелі түбір астында x-тің 4 дәрежесі. Және шектері не ол? 1 мен 32 дейді. Бірінші 32-ні қоям. 4-тен 5 көбейтілген 5-ші дәрежелі түбір астында 32-ның 4 дәрежесі. Одан кейін бүйтіп алсаңдар бар, 32 дәрежесі. Азайтылған 4-тен 5 қайттан сол функцияны жазады. 5-ші дәрежелі түбір астында 1-ден 4 дәрежесін азайту керек бар. Енді 32 қандай саны 5 дәрежесі? Ол 2-нің 5 дәрежесі. Солай ойлансаңдар болады, сонда былай болады. 4-тен 5 жаза берейінші, осылай. 4-тен 5 көбейтілген 2 шығады. 5-ші дәрежелі түбір астында 32 бізде 2-ден. Сосын 4 дәреже бар. 4 дәрежелейін. Азайтылған 4-тен 5 бірдің кез келген дәрежесі бір кез келген санның осындай бір дәрежесі, бірге тең. Сондықтан жер барлығы бірге тең, жер бірге тең. Оны қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Тең болады. Мына жерде 4 пен 4-ті қысқартып қоятындар бар. Ой, алла. Көбейтілген 4-тен 5 көбейтілген 2-нің 4 дәрежесі ол 16. Азайтылған 4-те 5-ке бөлсем 1 бүтін 12 деп жаза береміз, жаза керек пе? Жоқ, 5-те 4 деп жаза керек, бөлшекпен берілген жауап. Тең болады. Ана жердегі 16 мен 4 қысқарады, 20 болады. 20 азайтылған 4-тен 5 болады. Ортақ бөлім 4 болады. Жалғыз тұрған санның үстіне 4 жазып жібересің, көбейтесің 80. 80-нен 5 азайтқан 75 болады. Ол деп отырғанымыз дұрыс жаздым ба мен? Дұрыс қоя. Ол деп отырғанымыз бізде нешеден бересің? 15-тен бересің 60, 18-ден бересің. 18 бүтін 4-тен 3 болады. 4-ті 18 өтсен 72, 75-ке әлі 3 сан жетпей тұр. Сондықтан 18,8-ден 18,4-тен 3 деген жауап болады. Ол бізде А нұсқасы бітті. 25-ші есеп. Мынадан бірден алғашқы функциясын тауып кете берейік. 4-тен 1 x қосылған 1-дің 4 дәрежесі бөлінген 4. 4-тен 1-ден туын табасыздар, 4-тен 1 x-тен, ол 4-тен 1 болады. Бірге өлген кезде ол көбейту 4 болып барады. Шектері минус 1 мен 1. 4 пен 4 бұл жерде қысқарады. Қалатындары тек қана 4-тен 1 x плюс 1-дің 4 дәрежесі. Шектері минус 1 мен 1. Қойық шектерін бірінші 1-ді қойып шығасыздар. 4-тен 1 шығады, қосу 1. Осының 4 дәрежесі азайтылған. Қайттан 4-тен минус 4-тен 1 болады. Минус 1-ді қойған кезде плюс 1. Енді осының 4 дәрежесі тағы. Орнына қойық тең болады
так 4-тен 1-ді бірге қоссақ 4-тен 5 шығады. Осының 4 дәрежесі азайтылған минус 4-тен 1 мен плюс 1 ортақ бөлім 4 болады. 4 болады, 4-тен 3 болады. 4-тен 3-тің 4 дәрежесі болады. Екеуін де 4 дәрежелейміз. 4-тің 4 дәрежесі бізде 256, 5-тің 4 дәрежесі 625. Осыдан азайтасыңдар 4-тікі 256, ал 3-тің 4 дәрежесі ол 81. Азайтайық, ортақ бөлім 256 болады. 625-тен 81-ді азайтсан, ол дезден 4, 544 болады. Дұрыс азайттым ба екен, тексеріп отырғандар. Енді бұл екеуі де 8-ге бөліну керек. 8-ге бөлінетін болса, 256 8-ге бөлінсе 38 бола ма? Жоқ, 32 болады. 32 болады. Екеуіне 16-ға бөлесіңізші. Басымызды ауырдым. 8-ге бөліп. Калькулятормен тез бөле қоясыңдар ғой. 16-ға бөлсек 16 болады. 544-ті 16-ға бөлетін болсақ 9-дан береміз ғой, жоқ. 544-ті 16-ға бөлсек 3-тен береміз 48. Азайтасыңдар 34 болады екен. 34 болады, бұл екеу тағы да 2-ге қысқарады, 8, мынау 17 болады. 8-ден 17 шығады. Ол 8-де 17 деп отырғанымыз 2,3-тен 1 деген сөз ғой. Ойбай, 8-ден 1, кешіңдер, 8-ден 1, 2,8-ден 1. Жауап Е нұсқасында. Ол есеп шықты осылай. 26-шы есеп. Так, мынадан манағы есеп еске түсіріңіздер. 3-ші дәрежелі түбір астында x деген алғаш функциясы 4-тен 3x түбір астында 3-ші дәрежелі x қой. Бұл жерде 4-ші дәрежелі x беріліп тұр. Оның алғаш функциясы 5-тен 4x 4-ші дәрежелі түбір астында x болады. Бірақ x-дің орнында 2x минус 1 деп жазылып тұр. Сондықтан оның алғаш функциясы 5-тен 4 2x минус 1-ді жазамыз. Және де 4-ші дәрежелі түбір астында қайтадан 2x минус 1 деп жазамыз. Және шектері 2-ден 1 мен 1. Тұратыңдар, тағы бірден ұмытып баратып, 2x минус 1-ден туын табамыз. Оның туындысы бізде 2 кетен. Сол 2-ден 1 болады да, алдына жерде көбейтіледі 2-ден 1. Сол 2 мен 4 қысқаратына жерде 2-ні береді. Есеп сәл өзгереді. Тем болады, енді бірді апарып қойып, x-дің орнына біз қызылмен жазайық. X-дің орнына бірінші бірді апарып қоятын болсақ, мына жерге 2 көбейту 1, 2, 2-ден 1-ді азайтсақ. 1 шығады, бұнда бізден қайтадан 5-тен 2 көбейту 1, көбейту 1 шығады. Себебі мына жерге де 1-ді апарып қоятын болсақ, ол жерден де 1 шығады. Азайтылған, енді қараңдаршы, 2-ден 1-ді апарып қойған кезде, мына жерге 2 мен 2 қысқаратты 1-ді береді. 1-ден 1-ді азайтса 0 береді. Барлық мына жердегі тұрған есеп 0-ге айналып кетеді. Тең болады. Енді мына жерде тек қана не шығады? 5-тен 2 деген шығады. Жауап бізде Б нұсқасында. Бұл міне есеп өте оңай. Мына есеп, осы есептердің көбісі қадалады. Шығару өте оңай. Біз аламызда барлығын x кубқа бөлсеміз, себебі барлығы x кубқа бөліп тұр. Жеке-жеке кубқа бөлеміз. Азайтылған 8 деген x куб. Это x. Өшіп жазып sayımыз. Интеграл 1 мен 2. Мына жерде қысқарады ғой. Мынаның кубымен квадрат қалып қояды, x квадрат қалып қояды. Мына жерде мына қысқарып кетеді, ол 1 қалады мына жерде. Мынау қысқармайды. Не қалды бізден? Интеграл 1 мен 2, 2x квадрат азайтылған 1, азайтылған 8 бөлінген x куб. Ал бұдан алғашқы функция тауып жедір. Не болады алғашқы функция табатын болсақ? 2 көбейтілген x куб бөлінген 3, азайтылған x, азайтылған, қосылған болып кетеді 8, мына жерде 2, мына жерде x квадрат болады. Үйренген шығарсыздар, ана 1 бөлінген x-дің n дәрежесінің алғашқы функциясы ғой. Бұл арқылы тауып жатырмық. Шектері біздер 1 мен 2. 2-ні апарып қойып, 2 көбейту 8 бөлінген 3, 2-ның кубын жаздық. Азайтылған 2, қосылған 8 бөлінген 8 болады. Себебі мына жерге 2-ні апарсақ 4, 2 бөлсек 8 шығады. Азайтылған бірінші жақшамыз, енді екінші жақшамыз. 1-ді апарып қойып, 2 көбейтілген 3-тен 1, азайтылған 1, қосылған 8. Бөлінген 2, 4 болады. Тең болады.
мынандай есептеулерді бірден айтып отырмын, сіздер алғашқы функцияны көріп жатқандықтан мынандай есептеулерді шемешкеде шығару керексіздер. 3-тен 16 бөлшектегіміз ғой, ең алғашқы есептеу. Азайтылған 1 қосылған, азайтылған 2 қосылған 1, азайтылған 3-тен 2 қосылған 1, азайтылған 4. Тең болады. Так, мына жерде есептейік. Ортақ көлем барлығында 3 болады. Мынау 3-тен бересің, мынау 3-тен бересің, мынау 3-тен бересің, мынау 3-тен бересің. Сонда жоғарғы жағы алымы 16 азайтылған 6 қосылған 3 азайтылған 2 қосылған 3 азайтылған 12 болады. 3 и 16-дан 6 азайтсақ 10, 10-ды 3-ке қоссақ 13, 2-ні азайтсақ 11, 11-ге 3-ті қоссақ 14. 14 болды ма? 14-тен 12-ні азайтсақ 3-тен 2 деген жауабы нұсқасы. Дұрыс па? Түсініксіз тексеріп жүріңдер, иә? Ары қарай кетейік. Мына жақта да манағы 1 бөлінген x-тің алғашқы функциясы ln модуль ішінде x еді, иә? Онда мына жерден табатын болсақ ln 2x плюс 3, және 2x плюс 3-тен тағы да туынды табамын, 2-ден 1 болады. Алдына қарай және шектері 2-ден 1 мен 3. Орнына қояйық, бірінші 3-ті қоямыз. 2-ден 1 ln 2 көбейтілген 3 қосылған 3, азайтылған 2-ден 1 ln 2 көбейтілген 2-ден 1 қосылған 3. 2 мен 2 қысқарады. Не шығады? Тең болады. 2-ден 1 ln модуль ішінде 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6-ны 3-ке көбейтсек қоссақ 9. ln 9 азайтылған 2-ден 1 ln, так, мына жерден 1 қалды, 1-ді 3-ке қоссақ 4 болады. Так, ары қарай кеттік. Егер де бұлар азайтылып тұрса, логарифмдер, иә, мынандай қасиет бар ғой, логарифм а негізде б азайтылған логарифм а негізде с болатын болса, ол логарифм а негізде б бөлінген с болады деген бар. Дәл осыған келіп тұр, барлығы ln, сондықтан 2-ден 1 ln, так, 9 бөлінген 4 болады. Так, и былай істеген ғой. 9 бөлінген 4 бар, точно. Жерден қатесіздік. 1 қосу 3, иә, 6 қосу 3, бәрі дұрыс. Дәрежеге жіберген шығар 2-ден 1-ді, иә. Логарифм тағы да бір қасиеті бар. Логарифм а негізде b-ның с дәрежесі болатын болса, с алдынан түседі, логарифм а негізде бар. Енді осыны кері қарай пайдалансаңдар болады. С тұр, с-ні дәрежеге жіберсеңдер болады. 2-ден 1 дәреже жіберсек, ол ln бір астында 4-тен 9 деген сөз. Ол ln 2-ден 3 болады. Ama ондай жауабы с нұсқасында. Біз а-ның 2-ден 1 дәрежесін оқушылар. Иә? Мынаны біліп алыңыздар. А-ның 2-ден 1 дәрежесін бір астында а деп айта аламыз. Мысалы а-ның 3-тен 1 дәрежесін біздер 3-ші дәрежелі бір астында а дейміз. Осылай кете береді. Осыған байланысты бір астында 4-тен 9 деп жүрдім бірден. 29-шы есеп, ол тағы да тригонометрия. Бұл жерде 2-ге бөліп 2-ге көбейтіп жүру керексіздер. Тригонометрия өте көп оқушылар. Тригонометрия көп жерде келеді. Осылай деп жүрсек, мынау бізде толықтай формулаға айналып кетеді. Мына жерде 2 синус альфа косинус альфаның формуласы бізде синус 2 көбейтілген x бөлінген 3 болып кетеді мынау. Және де бөлінген 2 x. Енді осыдан алғашқымызда табатын болсақ, бізден 2-ден 1 синустың алғашқы функциясы минус қой, минус косинус 2x 2x бөлінген 3 мына жерден. Так, ары қарадай 2x минус 2x бөлінген 3-тен туын табамыз. Оның туындысы бізде 3-тен 2-ні береді. И ол ауысып кетеді, 2-ден 3 болып кетеді. Көбейтіп 2-ден 3 деп жазып алдынан минус. Сонда бізде шығатыны алғашқы функциямыз минус 4-тен 3 косинус 2x бөлінген 3. Болдық па? Барлығын таптық па? Барлығын тапқан секілді. Енді шектерін қойық. Шектері 0 мен пи бөлінген 2-нің арасы. Так, есептейік ал. Тең болады. Тең болады. Минус 4-тен 3 көбейтілген. Так, косинус 2x-ның орнына мына жерге пи бөлінген 2-ні апарып қоятын болсақ,
2 мен 2 қысқарып кетеді, ол бізде пи бөлінген 3 қалады. Ал косинус пи бөлінген 3-те ол 2-ден 1-ді береді. 2-ден 1. Азайтылған. 0-ды қоятын болсақ, мына плюспен ол 1-ді береді. 4-тен 3-ті береді. Неге? Себебі 0-дің орнына то есть x-ның орнына 0 қоятын болсаңыздар, косинус 0 градусты 1-де береді, минус 4-тен 3-ті өзі қалады, алдағы минуспен плюс 4-тен 3 болып кетеді. Тең болады. Минус 8-ден 3 азайтылып қосылған 4-тен 3 ортақ бөлім. Мынаяқтан 8 болады. Мынадан 2-ден бересіздер, сонда минус 3 плюс 6 болады. Ол бізде 8-ден 3 деген ответ болу керек. Жауабы Д нұсқасында бар. Болды, есеп шықты. Енді бір 14 есепте қалды, болды. Керемет есеп, мықты есеп. Қараңыздар. Тангенс квадрат 3х деген берілген. Оны мен былай жазып аламын. Синус квадрат 3х бөлінген косинус квадрат 3х. Тағы тригонометрия формуласы. Тең болады. Мына синус квадрат 3х мен былай жазып аламын. Бір азайтылған косинус квадрат 3х бөлінген косинус квадрат 3х. Өте оңай шығады негізінен. Түрі қорқынышты бірақ. И жеке-жеке бөліп тастаймын. Бір бөлінген косинус квадрат 3х азайтылған 1. Себебі косинус квадрат 3х-ті косинус квадрат 3х-ке бөлдім. Енді осыдан алғаш функция тапсам жеңіл емес па? Бір бөлінген косинус квадрат кім? Алғаш функциясы f от x. Тангенс x па? Тангенс 3х болады. 3х-тен туын табам. 3-тен 1 болады. Азайтылған x. Шектері 0 мен пи бөлінген 4-тің арасы. Тең болады. 3-тен 1 тангенс 3 пи бөлінген 4 болып кетеді. X-ның орнына пи бөлінген 4-ті қойсақ, азайтылған пи бөлінген 4, бұл бізде бірінші жақша. И 0-дан бір қойсақ, енді x-ның орнына 0-дан бірсақ, тангенс 0 градуста 0-ды береді, и бәрі 0-ға айналып кетеді. Сонда ешіне қойудың қажеті жоқ. Осыны ғана есептей салайық. Тең болады. Кеттік басқа түсті алайық шамалы. Көтеріңкі көңілгемен көкті алайық. 3-тен 1 тангенс мына жерде 3 пи бөлінген 4 деп тұр. 3 пи бөлінген 4 135 градус. 135 градусты мен 90 қосу 45 деп жазып аламын. 90 қосу 45 ол бізде функция өзгеріп кетеді. Котангенс 45-ке айналып кетеді. И таңбасын қарайсыңдар, 135 градуста ол бізде минусты береді. Сондықтан 45 градуста ол минус 1-ді береді. То есть тангенс 135 градус ол минус 1-ді береді. Көбейту минус 1 и мынаяқтан минус пи бөлінген 4. Тең болады. Минус 3-тен 1 болып кетеді. Минус пи бөлінген 4. Ортақ бөлім 12. Мынау 4-тен, мынау 3-тен береді. Значит, минус 4 азайтылған 3 пи деген ответ болу керек. Ондай ответ жоқ. А емес, С емес, С емес, Д емес. Неге? Бәрін идеалын шығарып қоя. Тексеріп көріңізші, барлығын күшті шығарып неге. Мына жерден есепте, мына жерден қате кеткен, мына жерден минус болып деп тұрды. Ол есеп дұрыс сонда. Осыға апелляцияға бересіздер де бір бала алып аласыздар. Кеттік. 31. Түбірасты x-тің алғаш функциясы не ол? Бізде түбірасты 3-тен 2 қоя, 3-тен 2 x, түбірасты x қоя. Енді осыған салайық. 3-тен 2 x-ның орнына x плюс 1 деп жазамыз. Енді түбірастының орнына x-ның орнына x плюс 1 деп жазамыз. Шектері минус 1 мен 3. Өте оңай. Орнына қойып тастайық. Орнына қойған кезде не бар? 3-ті қойып. 3-тен 2 көбейтілген 4. Түбір астында 4. Азайтылған. 3-тен 2 минус 1 плюс 1. Оппа, осы жерден салып қыламыз. Минус 1 плюс 1. Барлығы неге айналып береді? 0-ға айналып береді. Біз қарастырмаймыз. Тең болады. 3-тен 8 көбейтілген түбір астында 4, ол бізге 2 береді, 3-тен 16 болады. Ауыл деп отырғанымыз 5,3-тен 1 деген ответ болу керек. 32. Жеке-жеке алғаш функция таба берейік. AX-тің алғаш функциясы біз мана айттық, AX-тің өзінің жазасында ln аға бөлесін өйдік. Сонымен, бұл жерде бізде аяның x дәрежесі, ойбай, аның x дәрежесі деген емес. 2-ні x дәрежесі бөлінген ln 2 қосылған, бұл бізде 3 көбейтілген ln модуль ішінде x болады. Себебі 1 бөлінген x қылмай жерде. Шектері 1 мен 3 дейді. Ал есептейік.
шешімдер. 3 тапырық қоятын болсақ, 8 бөлінген ln 2 қосылған 3 ln 3, бұл бізде бірінші шақшы, және 1 тапырық қоятын болсақ, азайтылған 2-нің 1 дәрежесі ln 2 қосу 3 көбейтілген ln 1. Осы жақшада тұру керек. Азайтайық ал, кем болады? Есептейік. Не істейміз? 8 бөлінген ln 2 қосылған 3 ln 3 деп жаза берейік. Азайтылған нәтижеден 2 бөлінген ln 2 қосылған, мынау логарифмде былай болатын болса, логарифм а негізде 1 болатын болса, ол 0-ге тең. Сол 0 болып кетеді де, жалғыз өзі қалады, нәтиже 0 болып кетеді, соның ішінде ештеңе қалмайды. Тең болады. Мына екеуі бірдей, картоп жарып, былай істеп қоятындар бар. 8 пен 2-ні қысқартып болмайды былай істеуде. Қате ол. Ортақ бөлім келтіресің, ортақ бөлім ln 2 болады. И мына 8-ден 2-ні азайтсаң 6 болады мына жер. И қосылған 3 ln 3 өтті. Есепті. Мынаумен мына екеуі ұқсайды. Сондықтан ортақ бөлім келтірдік. 6 деген атлет болу керек. Ол бізде в нұсқасында. Кеттік. Енді бір 10 шақты есеп қалып, сонымен аяқтаймыз. Мынаның топтастық, бұл 2х квадрат бөлінген 2 болады. Сәл тездетейін. Азайтылған 1 бөлінген түбір асты x ол бізде 3 көбейтілген 2 түбір асты x болады. Шектері 1 мен 4 болады, тең болады. Мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. 4-дің квадраты 16 болады. Азайтылған 3 көбейтілген 2 түбір астында 4 2-ге тең, сондықтан 2 шығады. Осыдан азайту керекпін. 1-ді қойсам 1, азайтылған 6 болады. Тең болады. Неше шығады нәтижеден? 16 азайтылған 3-тен 2-ні көбейтсек 6, 6 2 көбейтсек 12, азайтылған 1-ден 6-ны азайтсақ 5, минус 5, нәтижеде плюс 5 болады. Сол кезде 16-дан 12-ні азайтсаң 4, 4-ке 5 қоссаң 9 деген атлет шығады. Е нұсқасы. Ой, мына есеп төшіктен. Керемет есеп қой мынау деген. А-ның қандай мәнінде А0-ден үлкен болған кезде мына тетік орындалады дейді. Не істейміз? Саспаймыз, уайымдамаймыз, паникастамаймыз, 2 балым кетті деп жыламаймыз. Біз алғашқы функция тауып теңіз. X куб бөлінген 3, азайтылған 3x квадрат бөлінген 2, азайтылған 2-ден 3x. Енді шектері кім? Минус А мен А. Жарайды, минус А мен А-ны қойып тастайық. Кәдімгідей сан қойған секті қоясыздар ғой. А куб бөлінген 3, азайтылған 3а квадрат бөлінген 2, азайтылған 3а бөлінген 2. Осыдан азайту керек пе нені? Минус А-ны қоям. Минус А-ның кубы минус А куб бөлінген 3 болады. Азайтылған минус А-ның квадраты А болады, А квадрат болады, 3а квадрат бөлінген 2. Таңба өзгермейді, мына жерде таңба өзгеріп береді. Плюс 2-ден 3а. Себебі А-ның орнына минус А-ны қойып жатырмыз. Тең болады. Мына жерде есептейік. Тең болады А куб бөлінген 3, азайтылған 3а квадрат бөлінген 2, азайтылған 3а минус 2. Жақшаны ашамыз. Минус плюс болып ашылады. Плюс А куб бөлінген 3, минус плюс болып ашылады. 3а квадрат бөлінген 2, минус 3а бөлінген 2 деп ашылды. Сол кезде қарап отырсаңда мына екеуі ұқсайды. Минус 3а квадрат пен плюс 3а квадрат бөлінген 2 екеуі бірдей, таңбалар әртүрлі, бұлар жойылады. Не қалды бізден? А кубтар қалды және минус 3алар қалды. Дайын біріктірейік. А куб 2а куб бөлінген 3 болады, мынау қосатын болсақ. Екеуі ғой себебі. Мына жақтан минус 6а квадрат, то есть 6а бөлінген 2 шығады. Минус 3а ғой мына жерде. Мынау қысқаратын минус 3а. Дұрыстап жазбайықшы. А куб бөлінген 3, азайтылған 3а. Осы қалды. Дұрыс па? Мынаумен минус 3а бөлінген 2 мен минус 3а бөлінген 2. Ол бізде минус 3а-ны береді. Минус 3а-ны береді. Енді біздің шартта не болу керек? А0-ден үлкен болу керек. А0-ден үлкен болу керек. Не істейміз? Осыны аламыз да. Біз 0-ден үлкен деп жаза саламыз. 2а куб бөлінген 3, азайтылған 3а үлкен болу керек 0-ден. Себебі есептің шартында А0-ден үлкен болу керек деп жатыр. Не істейміз? Барын 3-ке көбейтсек, қалатын бізде 2а куб азайтылған 9а үлкен 0-ден.
аны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. А 2а квадрат азайтылған 9 кіші 0-ден ары қарай не істейміз? А үлкен 0-ден, то есть а тең 0-ге теңесімен бұл ойша қарастырмаймыз оны. Бізде қарастырамыз тек қана 2а квадрат минус 9 тең 0 дегенді қарастырамыз. А квадрат тең болады 9 бөлінген 2 болады. И аның өзін табу үшін түбірге салып жіберемін. Түбір асты 3 бөлінген түбір асты 2. Ойбай. Түбір асты 3 емес, просто 3. Иррационалдықтан құтыламыз, түбір асты 2, екі жақты өлшереміз. 2, 3, түбір асты 2 бөлінген 2 деген. Ответ шығу керек. Ответ шықты. Міне, керемет есеп екен, иә? Қорқудың қажеті жоқ. Кеттік. Аның қандай мәнінде мына интегралдың мәні 3-тен аспайды. 3-тен аспайды деген не ол бізден? Каталог 3 деген сөз ғой, иә? 3-ке тең немесе 3-тен төмен немесе 3-ке тең болу. 3-тен аспайды деген сөз. Мынаны алғашқы мысалын тауып тек 4х азайтылған x квадрат болады. Үйренген шығарсыздар, иә? Орнына қойып 0 мен а-ны қоямыз, тең болады. А-ны қойсақ 4-та азайтылған а квадрат, 0-ды қойсақ 0 болып кетеді. Осы бізде не болу керек? Кіші болу керек 3-тен, кіші неместен. А-ны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. 4-та азайтылған а кіші 3-тен. Жоқ, олай істемейміз, олай істемейміз. 0-ге тең емес себебі. Олай істемейміз. Біз барлығын бір жаққа көшіріп алайық. 4а минус а квадрат минус 3 кіші неместен 0-ден минус 1-ге көйт жіберейік. А квадрат минус 4а плюс 3 болып кетеді. Таңба өзгереді міндетті түрде. Минус 1-ге көйткен кезде. Бетпен шешетін болсақ 3 пен 1 болады. 3 пен 1 болады. Енді аралыққа салып жібересіздер. 3. Мына жаққа 3, мына жаққа 1. Плюс, минус, плюс дейсіңдер да. 0-ден үлкен болатын болса, ол автомат түрде жазасыздар. И а квадраттың алды плюс болатын болса, онда автомат түрде плюс минус бересіздер. Сан алып миында ашып қойыңдар. 0-ден үлкен болатын болса, плюс шағын қоя алады. Есептің жауабы минус шексіздіктен 1-ге дейін тік жақша, бірігуі тік жақша 3-тен плюс шексіздік аралығы қамтиды деген сөз. Жауабы нұсқасы. Бітті? Өте оңай шығатын есеп қой. Ең шамалы есеп қалды, шыдаңдар. Дәл осындай кімде кете береді. Қаларды іздейміз. С деңгейлі есептер ғой деймін. А бізде 0 мен пи бөлінген 2-дің арасында жату керек. И мынадан алғашқы функция тапты. Синус x-тікі минус косинус x. Ал косинустікі ол плюс синус x, иә? Шектері неше 0 мен а дейді. Қойы қал. Минус косинус а қосылған түбір асты 3 косинус а, ойбай синус а. Кешендері синус а. 0-ды қойсақ бәрі 0 болып кетеді деймін. Жоқ, 0 болмайды. Косинус 0 градусты 1-де береді ғой, азайту жақшаның ішінде минус 1-де береді. Яғни синус 0 градуста ол 0 болып кетеді, оны тиіспейсіздер. Тең болады нешеге? 1-ге тең болу керек. Ал есептейік. Минус косинус а не қалды? Плюс түбір астында 3 синус а тең плюс 1 тең болады 1. 1 мен 1 жойып кетеді ғой. Не қалды бізден? Минус косинус а плюс түбір астында 3 синус а тең болады 1. Ойбай 1 деп қойған 0. Ары қарай, оны тригонометр тағы оқушылар. Оның барлығы я синусқа, я косинусқа бөліп жіберіңдер. Разница. Разница бар ғой, есеп жауабына қарай бөле бересіңдер ғой. Мен мысалы косинусқа бөле берейінші. Не шығады бізден? Косинусқа бөлсе минус 1 шығады маяқтан. Қосылған түбір астында 3 синусты косинусқа бөлсең тангенс шығамын, тангенс а шығады. Тең болады 0. Минус 1-ді бер жаққа жіберейік. Тангенс а тең болады 1 шығады. Түбір асты 3-ті мына жаққа бөліп жіберейік. 1 бөлінген түбір астында 3. И иррационалдықтан құтылайық. 3 түбір астында 3. Ол а неге тең деген сөз? Пи бөлінген 6-ға тең деген сөз, иә? 30 градусқа себебі. Ол жауабы нұсқасы. Тангенс түбір асты 3 бөлінген 3 30 градусқа тең, иә? Қысын шаштайды оқушылар. Сондықтан каналды пайдаланып қалыңыздар. Тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, және комментарий жазыңыздар, достарыңызға бөлісіңіздер. Барлық алғашқы функциясын табыңыз дейді. Барлық дегенде ойса. Жалғыз алғашқы функциясы емес па? Кеттік. 1 бөлінген x-ның n дәресі ғой. Минус 1 бөлінген
n минус 1 x n минус 1. Соған саласайық. 2 3x минус 4-тің квадраты минус болады. Мына жерде тоже квадрат 2 болады. Неге? Себебі дәрежені төмендетіп қой. И 3x минус 4-тен туын табамыз, 3-ке тең, ол көбейту 3-тен 1 болып барады. Сондықтан минус 2 мен 2 қысқарады, минус 1 бөлінген 3 коэффициент шығарып жібереді, алдына 3x минус 4-тің квадраты деген ответ шығу керек. Бұндай ответ д нұсқасында ғана бар. Д нұсқасында бар, минус теория көтерілген болды. Қалған жауаптар сәйкес келмейді. Е нұсқасын келіңкірейді, бірақ квадраты жоқ мына жерде. Алғашқы функциясы жалпы түрін табу дейді, өте оңай. 12 көбейтілген x-ін 6 дәрежесі бөлінген 6 қосылған минус болады. Синус берген минус 10 косинус 5x, и 5x-тен туын табам, ол 5-тен 1 болады. 5 болады, и алдынан 5-тен 1 болып барады. Тең болады 12 мен 6 қысқарады, 2 x-ін 6 дәрежесі азайтылған 2 косинус 5x деген ответ болу керек. А емес, да емес, минус болу керек, значит жауап С болады. Ары 39. Кендегі дұрыс екен табылды дейді. Мына жерден алғашқы функция косинус x-ның алғашқы функциясы синус x, шектері 0 мен а болу керек, тең болады 1-ге тең болу керек. А-ны қоятын болсақ синус а болады, 0-ды қоятын болсақ 0-ге тең болып кетеді, значит синус а 1-ге тең. Бұл бізде дербес жағдай. Дербес жағдайды шешкенде былай істейсіздер. Плюс, плюс, минус, минусты қойып жібересіңдер. 1 деген 2 плюстың ортасында орналасады. Ол пи бөлінген 2. Значит, а тең болады пи бөлінген 2. Қосылған период анықтау үшін тағы да плюс пен плюсті кездестіру керексіздер. Мына жерге келген кезде плюс пен плюсті кездестірмейсіздер. Мына жерге бір круг айналып келгеннен кейін қайтадан плюс пен плюсті көресіздер. Бір круг деген ол 360 градус деген сөз, период 2 пи к болады деген сөз. 2 пи деген 360 дегенді білдіреді ғой. Ол есеп шықты. Жауапты. Ал алғашқы функциясы табыз дейді. Так, мына жерде дәрежені төмендету. Косинус квадрат x деген берілген. Оны біз былай төмендетсек болады екен. 1 қосылған косинус 2x бөлінген 2 деген формуламен төмендете салсақ болады. Дұрыс қой, 2 косинус квадрат x минус 1 плюс 1, дұрыс. Орнына қойып 5 көбейтілген 1 қосылған косинус 2x бөлінген 2 қосылған 7x. Енді бар алғашқы функция таба берейік. 2-ден 5 болып тұра береді. Көбейтілген мына 1-дің алғашқы функциясы x болады. Қосылған косинустікі синус 2x болады. Және де 2-ден туын табасын 2 болады. Ол алдында 2-ден 1 болып барады. Қосылған 7x квадрат бөлінген 2 деген ответ болу керек. E емес, V емес. Так, қайсысында? 2-ден 1 деген ответ болу керек. 2-ден 1 деген ответ болу керек. Еще синус болу керек, синус 2x деген болу керек. Не ғой? Жоқ, V емес. 4-тен 5 дейді. Мынау А ғой? Мына бәрін жеке-жеке көбейтіп жүрген ғой. 2-ден 5x қосылған 4-тен 5 синус 2x деп. Қосылған 7x квадрат бөлінген 2. Жақшаның ішіне ортақ көбейткішті көбейтіп жүрген. 41. Дәл осындай ғой, анағыдай. Не істейміз? Мына қызық есеп. Өте қызық есеп. Косинустікі не ол? Синус x, аны және пи бөлінген 2-ді қою керек. Ол кіші болу керек 0-ден. Аны қоятын болсақ синус а болады. Азайтылған синус пи бөлінген 2-ні ішіне екен. 90 градуста 1-ге тең ғой, 1 кіші 0-ден. Значит, мына жерден теңсіздікті шешетін болса синус а кіші 1-ден дейді. Мына жерде оқушылар қуат короче. И мынандай бір шығарудың оңай жолы бар. Жол емес, жол ғой жалпы. Минус 1 мен 1 жалпы күннен анықтау болса. Синусты. Енді қараңдар. Минус 1-ді қойсақ, теңсіздік орындала ма? Шарт орындалады. 1-ді қойсақ, 1-1-ден үлкен ба? Жоқ, бұл жерде шарт орындалмайды. Яғни, есеп кімге тең болмау керек? Есеп 1-ге тең болмау керек. Яғни, пи бөлінген 2 қосылған 2 пи к-ға есеп тең емес деген жағдайда а ғой, а тең емес пи бөлінген 2 плюс 2 пи к деген болу керек. Жауабы В нұсқасы. Енді тригонометрик көру керек болып шығар, осы болмайды. 42.
мынаның аралығында жатқан алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз дейді. Мынаның несін таба салайық, алғашқы функциясын. Не істейміз? Алғашқы функциясы бізде түбірасты x-тікі неше бізде? 3-тен 2 ғой, 3-тен 2, жақшаның ішінде 4x плюс 2, және түбір ішінде 4x плюс 2, және 4x-тен туындатсаң 4 болады, ол 4-тен 1 болады мына жерге. 4-тен 1 беріп жатқан жерге. Ол, қараш, минус 0,5 пен плюс x-тің арасында жатыр деген сөз, ол минус 0,5-тен үлкен деген сөз болды, арғатай кете береді. 6, 1, 2, 10, 100 деген секілді. Мен ол қысқарады, 6-тан 1 қалады, 4x плюс 2, аяқтан 4x плюс 2, неше түбірдің астында. Ол кіші неше минус 2-ден 1-ден. Барлығын 6-ға көбейтіп жіберейік, мына жерде 4x плюс 2 қалады. Мына жерден түбір астында 4x плюс 2 қалады. И мынау үлкен минус 3-тен болады. Десеміз екі жақты қыдыртып жүру бола ма? Қыдыртып жүрейік, немесе осылай қалса да болады деймін. Бізде не шығады? Туындыдан, неден? Алғашқы функциядан 6-тан 1 шықты ма? Болды ма 6-тан 1 деген шықты тұрғым мен? Бұл нұсқасын шықты тұр. Бізде арғадай кетіп барады. Бұл жүріп жүріп тоқтаймыз. 6-тан 1 деген бізде арғадай сыны таппаған. Осы жерден қалып тұрып плюстер деген. 43. Мынадан алғашқы функция табайық. 4x квадрат бөлінген 2. Значит, ол бізде 2x квадрат болады, осының шектері 0 мен a. Кіші болу керек 4-пен. А-ны қоятын болсақ 2a квадрат, 0-ды қоятын болсақ 0 болады. Значит, 2a квадрат кіші 4-тен, a квадрат кіші 2-ден, a кіші плюс минус турасы 2-ден. Енді бір қызығы, мына жерде ондай бет жоқ, плюс турасы. Енді ғана мен мана бір шарт айттым. А всегда бұдан кіші болады. Шекті қоясыңдар олай. Сол кезде мынау а кіші болу керек қой бұдан. Енді қарашы, біздің а-мыз неге тең болып тұр? Ол 0-ге тең болып тұр. Б-мыз минус турасы 2-де және плюс турасы 2-де тең. Енді минусты алмайсыңдар, 0-ден минус турасы 2 үлкен емес қой. Қанша қана турасы 2-ні аласыңдар. Шектері сонда 0 мен турасы 2 болады деген сөз. Ал кеттік келесі 44-ші есепте не істейміз? Оппа, мынандай есеп берілген. Синус альфа көбейтілген косинус бета деген формула бар. Ол деп отырғанымыз 2, мына жерден синус альфа плюс бета қосу синус альфа минус бета деген формула саласында. Сонымен бізден енді көбейткіштен орын ауыстыру енді қатты проблема емес. Есептейік синус, так, мына жерден екеуін қосып екеуін қосу x бөлінген 4-ті қосасын 3x бөлінген 4-ке. Қосасын синус екеуін азайтасын. x4-тен азайтайық, немесе 3x4-тен азайтайық 4x-ті. Сол кезде терістен шықпайды бізден. Так, сосын бөлінген 2. Кем болады? Не шығады бұл жерден? Так, мына екеуін қоссақ 4 шығады. X-ні өзі шығады. Синус x болып қалады. Мына жерден не шығады? Қосылған синус 3x-тен x бөлінген 2 шығады. Бөлінген 2. Енді осыны жеке-жеке бағын 2-ге бөліп жіберейік. Синус x бөлінген 2 қосылған синус x бөлінген 2 бөлінген 2 дегеннен алғашқы функция табайық. Одан алғашқы функция тапсақ, не болады? Синустікі минус косинус x бөлінген 2 болды. Азайтылған косинус x бөлінген 2 және x бөлінген 2-ден алғашқы функция табады. Туын табады 2-ден 1 болады. И 2-ден 1-ді 1-ге бөлсең 2 болады. 2 мен қысқарып келеді. Қалатыны минус косинус x бөлінген 2. Соңғы есепті асықпай жазайық. Минус косинус x бөлінген 2. Есеп шықты. Енді алдында минус 2-ден 1 болып барған шығар. Болады. Қалғандар келмейді ғой. Келмейді қалғандар. Болады. Болды. Құрметті оқушылар, осымен сіздермен мен 44 есеп талдадық. Ішінде анықталған интегралдар, анықталмаған интегралдар, алғашқы функциялар, біраз функциялардың алғашқы функцияларын көрсеттім, қалай шығару керектігін. Ауызда ауырып қалды. Енді сіздерге де пайдам тиген шығар. Қаншама сағат бойы оттық. Енді осы еңбекті ақтап, сіздерде ұбт-ға сәттілік тілеймін. ұбт-дан 50-ден 50 балл алыңдар. Мен шығарған есептер келсін сіздерге.
сәттілік барлықтарыңызға. Сіздер де ағайларыңызға сәттілік тілеп қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және әлеуметтік желіде бөлісуді, достарыңызға да былай ссылкасын жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.